Сәлем достар, сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз сіздерге Қазақстандағы әуе апаттары туралы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Алматыдан Елордаға ұшып шыққан Бек ұшағы әуежайдан ұшып шыққан бетте құлаған. Бортта 93 жолаушы және экипаждың 5 мүшесі болған. Соңғы мәліметтер бойынша барлығы 12 адам қаза тапқан. Бұл оқиға 2019 жылы 27 желтоқсанда таңертең болды. Бірақ ұшақ көтерілу кезінде биіктікке ұша алмай, қыртуынға бұрылып, бетон қоршауды бұзып өтіп, Гүлдала ауылы ауданындағы тұрғын үйге соғылды. Борттағы 98 адамның 12-сі қайтыс болды. 2009 жылы 8 қыркүйекте Қазақстанның шекара қызметінің оңтүстік өңірлік басқармасының Арлан барлау іздеу тобының Ми-8 ұшағы қазақ-өзбек шекарасының маңындағы Өгем шатқалында апатқа ұшырады. Тікұшақты экипажды қоса есептегенде 13 адам болған. Ми-8 тікұшағының апатынан 10 адам қаза болды. Қалған 3-і ауыр жараланған. 2012 жылдың 25 желтоқсанында оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының маңында Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне тиесілі Ан-72 ұшағы апатқа ұшырады. Астана уақытымен сағат 18:55-те Астанадан Шымкентке бағыт алған Ан-72 әуе кемесі Шымкент қаласының әуежайынан 20 шақырым жерде Сайрам ауданындағы Тассай ауылының маңында карьерге құлаған. 2013 жылы 29 қаңтарда сағат 13:00 шамасында Алматы әуежайына шамамен 5 шақырымға жетпей Көкшетау-Алматы бағытында Сканд компаниясының CRJ-200LR ұшағы апатқа ұшырады. Нәтижесінде 5 экипаж мүшесі және 16 жолаушы қаза тапты. Оның біреуі бала. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкімімен 2013 жыл 31 қаңтар ұлттық азаттық күні болып жарияланды. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.